Баршаңызға қайырлы күн. Арнама қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін көру үшін арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен бізге қажетті таза ыдысымызға 2 жұмыртқаны саламыз. Және де су қосамыз, немесе сүт қоссаңыздар болады. Мен 1 стакан су қосамын. Жақсылап араластырамыз. 1 шай қасық тұз және 3 ас қасық қант саламыз. Жақсылап араластырамыз. Ұнды міндетті түрде електен өткіземіз. Ұнымыздың барлығын саламыз және де үстіне қопсытқышты салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Яғни әр ұнның тығыздығы әртүрлі болғандықтан, ұнды плюс минус жағын қарастырып саласыздар. Барлығын қажетті заттарды өлшемдермен төменге жазып қалдыратын боламын. Қолымызбен жақсылап қамыр илейміз. Және де аздаған сұйық май қосып жіберіп, және тағы жақсылап илейміз. Қамырымызды илеп алдық. Енді пищевой пленкаға немесе целлофанға салып 15 минутқа қойып қоямыз. Аз ғана ұн сеуіп, қамырымызды жаятын боламыз. Яғни дәл осы видеодағыдай жасап, дәл осылай жаямыз. Қамырды өте қалың емес және өте жұқа емес, орташа қалыңдықта жаятын боламыз. Мінеке жайып алдық. Енді қамырларымызды дәл осылай кесіп шығамыз. Енді әр қамырды осылай майлап немесе ұн сеуіп шықсаңыздар болады. Барлығына міне жағып шықтық. Енді бірінің үстіне бірін осылай орналастырамыз. Енді шпажканың көмегімен ортасынан осылай бір басып шығамыз. Барлығын дәл осылай жасаймыз. Енді 3-4 бөлікке осылай ортасынан бөліп шығамыз. Тақтайшамызға ұнды сеуіп жібереміз де үстіне қойып шығамыз. Табаға майымызды құйып, орташа отта пісіріп аламыз.
жақсылап қызарып піскеннен кейін осылай тәрелкемізге салфетканы қойып, барлығын осы салфеткамызға орналастырамыз. Дәл осы видеодағыдай барлығын шетінен дәл осылай пісіріп аламыз. Мінеки достар, біздің артық шығынсыз оңай жасалатын ерекше бауырсақтарымыз дайын. Сіздер де дәл осылай осы рецептпен жасап дайындап көрсеңіздер болады. Достар, арнамнан оңай рецепттерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Назар қойып, уақытыңызды бөліп қарағаныңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын.